Келесі 571 есебіміз саябақта 6 түп бос қараған отырғызылды. Бұл отырғызылған барлық итмұрынның 7-тен 1-ін құрайды деді. Итмұрынды табу үшін 6-ны бөлеміз 7-тен 1-ге тең. Сонда 6 көбейтілген 7 нәтижесі бізде 42-ге тең болады. 42 бұл бізде итмұрын. Енді ақжұпар бос қараған мен итмұрынды бірге алғандағы 6 қосылған 42-ге бірге алғандағы санынан 9 түпке артық дейді. Қосылған 9 түп. Нәтижесі бізде 48 оған 9 қосатын болсақ 57-ге тең болады. 57 бұл бізде ақжұпар болады екен. Сонда жауабы 57 ақжұпар отырғызылған екен. Келесі 572 есебіміз солтүстік Қазақстан облысы бойынша қызыл кітапқа жыртқыштардың 12 түрі енгізілген. Олардың 6-тан 1-і қоян тұқымдастар деді. Қоян тұқымдастарын білу үшін 12-нің 6-тан 1-ін табамыз. Бөлігін табу үшін 12 санына көбейтеміз. Қысқартамыз, 6 санына 2 болады, 2-ні 1-ге көбейтсек 2-ге тең болады. Ол бізде 2 қоян тұқымдас екен. Тұқымдастар деген қысқартып жаздым. Енді оның 3-тен 1-і аша тұяқтыларды құрайды дейді. Сонда 12-нің енді 3-тен 1 бөлігін табамыз. Қысқартамыз, 3 санына 4 болады, сонда 4 аша тұяқтылары бар екен. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қызыл кітапқа қанша қоян тұқымдастар және ашақ тұяқтылар енгізілген. 2 қоян тұқымдастары және 4 ашақ тұяқтылар енгізілген екен. Келесі 573 есебіміз. Шөп кепкен кезде массаның 3-тен 2-сін жоғалтады. 5,6-тан 1 тонна шөптен қанша тонна пішен алуға болады дейді. 5,6-тан 1 тонна берілген, оның 3-тен 2-сін жоғалтатын болса, көбейтеміз 3-тен 2-ге, яғни 3-тен 2 бөлігін табамыз. Сонда араласанда бұрыс бөлшекке айналдырып жазамын. Бөлшектің бөлімі 3, 2 тең. Қысқарта 2 санына 3 болады, бөлшектің бөлімі 9, алымда 31-ге тең болады екен. Яғни 3,9-дан 4-ге тең. Яғни осынша масса жоғалтады екен. Бізде бастапқыда 5,6-тан 1 тонна берілген, оның 3,9-дан 4-ін жоғалтқан еді. Осыдан қанша тонна қалған есептеп табу керекпіз. Ол үшін ортақ бөлім береміз. 18 санынан беретін болсақ 2-ден беремін, 3-тен беремін. Бүтін бөліктерді азайтатын болсақ 2-ге тең, бөлшектің бөлімі 18-ге тең, 3 азайтылған 8. 3 санынан 8-ді азайта алмаймыз. 2 санынан қарсы сұраймыз. Сонда 1, 18, 18 қосылған 3 азайтылған 8 болады. Сонда 1 бүтін бөлшектің бөлімінде 18, 13 алынды. Сонда 1 бүтін 18-ден 13 тонна пішен алуға болады екен.